Адам баласы өмірге деген көзқарасында, өлімге деген көзқарасында, өлімді жақсы көруде, жақсы көрмеуде үшке бөлінеді. Бірінші адам түгелдей дүниеге махаббат қойған, дүниені жақсы көретін адам. Бұл адам өлімді жек көреді. Өлімді еске алса тек қана жек көрумен, жақтырмаумен еске алады. Бұл адамның өлімді еске алуы оны Алла субханала тағаладан ұзақтатады. Алла субханала тағала жақындатпайды, керісінше оны Алла субханала тағаладан ұзақтатады. Екінші деңгейдегі адамдар бар. Олар енді тура жолға түсіп, тәубе етіп жатқан адамдар. Алла субханала тағаланың дайындап қойған ақиретіне енді азық жинап жүрген, енді жақсы амалдар істеп, тәубе етіп, жаман амалдарды тастап, сол жаман амалдардың орнын жақсы амалдармен толтыруға әрекет жасап жүрген адам. Ол адам өлімді сол уақытта қаламауы мүмкін, өлімді жақтырмауы мүмкін. Өлімді жек көргендіктен, ақиретке баруды жек көргендіктен емес, бірақ сол ақиретке дайын болмаған халде барып қаламын ба деп қорқып жүрген адам. Бір адам біреумен кездесу керек, оны қатты жақсы көреді, кездесуде жақсы көрінейін деп таранып, сыланып, сол үшін кешігіп жатса, ол адам кездесуді жаман көретін, жек көретін адам емес. Сол кездесуге дайындалу үшін кешігіп жатқан адам. Бұл адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқан: "Ман кариха лиқа Аллах, карихаллаху лиқаах". Кім Алламен қауышуды, Алланың алдына баруды жек көрсе, Алла субханала тағала онымен қауышуды жек көреді деген хадиске кірмейді бұл адам. Кім шынайы өлімді жақтырмаса, бұл дүниеге махаббат қоятын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, кім Алла субханала тағаламен қауышуды жек көрсе, Алла субханала тағала онымен қауышуды жек көреді дейді. Бұл хадисті имам Бухари, Муслимдер Абу Хурайра радиаллаху анхудан келтіреді. Енді үшінші деңгейдегі адамдар бар. Олар өлімнің не екенін біледі, өмірдің не екенін біледі, өмірдің ақиқатын түсінген. Бұл дүние Алла субханала тағаланың алдында масадай салмағы болмаған, жалған уақытша өмір екенін біледі. Шынайы өмір, шынайы бақыт Алла субханала тағаланың алдында қияметте екенін білетін адам. Али радиаллаху анху айтпақшы: "Ал-ғина вал-фақр ба'дал арди алаллах". Шынайы бақыт, шынайы байлық, немесе шынайы бақытсыздық және шынайы кедейлік Алла субханала тағаланың алдында есеп қисап бергеннен кейін дейді. Бұл дүниедегі байлық, бұл дүниедегі біз бақыт деп ойлап жүрген нәрселердің барлығы өткінші уақытша нәрсе. Шынайы бақыт Алла субханала тағала алдына барған кезде есеп қисаптан сүрінбей өтіп, тозақтан ұзақтатылып жаннатқа кіргізілу. Міне осы шынайы бақыт. Алла субханала тағала Құран кәрімде: "Фаман зухзиха анин нари ва удхилал джанната фақад фаз". Кім тозақтан ұзақтатылып жаннатқа кіргізілсе, фақад фаз. Міне осы нағыз жеңіске жеткен адам. Шынайы жеңіс, шынайы бақыт осы. Бұл дүниенің бақыты, бұл дүниенің байлығы уақытша нәрсе. Кедейлігі де, бұл дүниенің қиыншылығы да уақытша нәрсе. Дүниенің ақиқатын түсінген адам, өлімнің ақиқатын түсінген адам өлімнен қорқпайды. Керісінше, өлім оны қысқа болған, уақытша болған дүниеден шығарып, мәңгі болған, ешқандай қорқыныш, қайғы болмаған нағыз бақыт әлеміне кіргізетін есік екенін біледі. Сол үшін де ол Алла субханала тағаламен қауышуды жақсы көреді. Алла субханала тағаламен қауышуына тосық болып тұрған нәрсе ол өлім, ол ажал. Егер сол есіктен кіретін болса, мәңгі бақытқа жетеді, мәңгі Алла субханала тағаламен бірге болады. Бұндай адам өлімді жақсы көреді және өлімді жақсы көруінде өзінің себебі бар. Тәубе етіп жүрген адам да тура сол уақытта дүниеден өтіп кетуді қаламайды. Оның да өзінің себебі бар. Себебі ол сол жаққа дайындалып барсам, азық-түлік жинап барсам дейді. Яғни адамдар жалпы өлімді жақсы көруде, жек көруде үшке бөлінеді екен. Біріншісі жек көретіндер, дүниеге махаббат қойғандар, екіншісі тәубе етіп дайындалып жүргендер, үшіншісі шынайы Алла субханала тағала махаббат қойып, ақиретті жақсы көріп, Алла субханала тағаламен қауышуды сағынып, соған дайындалып жүрген адамдар.